Өлді деуге боламы айтындаршы, өлмей тұғын артында сөз қалдырған десе, данышпандарымыз жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді дейді. Осы сөздерді Мұқағали Мақатаевтың қаратып айтсақ болармы артық. Мәрт мінезді, өр кеуделі, ер жүректі ақын 1931 жылы ақпан айының 9 күні Алматы облысы Нарынкөл ауданында Қарасаз деген жерінде туған. Азан шақырып қойылған аты Мұхаметқали. Әкесі қарапайым шаруалы, колхозда шалғын болып істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы болған. Оның артынан қыз және 3 ұл туған. Ақынның қарындасы алғашқы інісі ерте көз жұмған. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің кенже баласы ата-әжесінің тәрбиесінде өсіп болуы тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесі тиынның қолында өсіп, анасы жеңгесіндей қабылдаған. Мұқағалидың ақын болуына әжесі тиын және шешесі Нағиманың ықпалы тисе керек. Ақынның өз айтуын бойынша екеуі де дарынды, ауыз әдебиетінің айтыс, дастан, аңыз ертегілерінен көп білген көрінеді. Мұқағали дара ақын, біртуар азамат. Бүгінгі күнге дейін бірі Мұқағалиге арнап өлең жазады, екіншісін бірі Мұқағалидың өлеңдерінен ән шығарады, бірі өлеңдерінен емделеді. Ақынның бейнесіне қылқалам тартып жүрген суретшілеріміз де аз емес. Мұқағали Мақатаевтың алғашқы жыр жинағы 33 жасында шыққан. Бұған кейін 1964-76 жылдар аралығында 8 жыр жинағы жарық көреді. Бүгінде ақынның 1000-нан астам өлең мен поэмасы қалды. Қырман басында қойшы басқа Әбітай өлеңдері 1949 жылы Советтік шекарада газетінде басылып шықты. Бұдан кейін 1951 жылы інімнің ойы, шебер өлеңдері, жастық жыры атты жинаққа енді. Мұқағали Мақатаев поэма мен поэзиясына бөлек аударма да жасаған. 2021 жылдың бір кітап республикалық акция аясында тәуелсіздігіміздің мерейтойына арналған тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы 30 кітап мәдени-рухани акциясы ұсынылып отыр. Сол акция бойынша Мұқағали Мақатаевтың өмір дастан поэмасынан үзінді «Дариға жүрек». Болғанда менде бір жеңге, жылайтын еді бір демде, күлетін еді бір демде, күлетін еді күл әлем. Дариға жеңгем күлгенде, жас тамып жасыл бүрліден, қарағай терек бүргеннен, жылайтын еді гүлденде, Дариға жылап жүргенде. Ауры қалып бір демде, айғуш еді бір демде. Аққудай еді көлдегі, сұңқырдай ерді жердегі. Айта жүріп ос әнді, Дариға жүрек шөлдеді.